Мына осы сұраққа қарап бір ой туындап отыр да. Мына менің басым көпшілік оқырмандарым, тыңдармандарым, айтылған уағыздары мынау қолына қаламды мектепке барып оң қолына ұстайын ба, сол қолына ұстайын ба, А деген әріпті таниын ба, Ә деген әріпті таниын ба деп жаңадан тәй-тәй басқан, үйреніп келе жатқан бос жеткіншек деп түсініңіздер. Солардың деңгейінде, солардың түсіну қабілетінде ғана айтылған бұл уағыз деп түсінгендеріңіз жақсырақ болады. Ал енді үлкен ұстаздарды тыңдап жүрген бауырлар, қарындастар оны түсінбей жатқандарыңызды мен 100% біліп отырмын. Неге? Өйткені бұл да бір өзінше сол адамды туралыққа шақыруда, Алланың дәрет ғұсылына, иманы менен намазына алып келіп үйретудегі бір айла мен тәмсіл. Сондықтан Аллах Тағала сіздердің ниеттеріңізді қабыл етіп, менің қателігім болса Құдай кешірсін, қатесіз адам жоқ. Бірақ түпкі мақсатым Алланың ұлы сеніміне, құлшылығына, ғибадатына алып келіп, дәрет ғұсылын дұрыс алып, Алланы шынайы иманы менен танитын мұсылман тәрбиелеп беру менің бірінші алға қойған мақсатым. Оған Аллах куә. Әйтпесе Алланың парыз деген нәрсесін жоқ, ол парыз емес деп айту ешкімнің ақысында да, құдіретінде де жоқ.